Әлемдегі сіз білмейтін құпиялар тың деректер мен қызықты ақпарат ғаламатта Арай Райспен. Ғылым мен технология бұрынғы кезде қазіргіге қарағанда дамымаған деген болжам бар. Алайда орта ғасырдың кезінде ғылым мен технология қазіргіге қарағанда әлде қайда дамыған. Тіпті ғалымдардың болжамы бойынша мистикалық өркениеттің де қатысы бар деген болжам бар. Дәл солай ма бүгінгі шығарылымда білетін боламыз. Грек оты Византияның өзінің империясын талай жылдар бойы қорғауға арналған керемет сиқырлы от болып есептелген. Византиялықтар жауларға күрес кезінде осы отты пайдаланып қаншама жыл бойы территориясында үлкен жеңістерге жете білген. Грек отын алғаш рет 17 ғасырда Калиник деген өнертапқыш ойлап тапқан. Ол өнертапқыш осы уақытқа дейін түрлі грек отын табу үшін сместерді ойлап табады. Түрлі тәжірибелер жасайды. Формуласын адам таппайтында етіп ойлап табады. Осы өнертапқыш Калиник оны өзінің императорына жолдайды. Император ол өнертапқыштың формуласын бірден қабылдап, грек отын беретін сифон атты мылтық ойлап табады. Сифон мылтығы осы уақытқа дейін византиялықтарды қорғаған бірден бір қару болып есептеледі. Грек отының құпиясының формуласын осы уақытқа дейін ешкім таба алмады. Және көптеген формулаларды осыған ұқсас етіп жасаған. Ең қорқыныштысы суда, яғни теңіздегі соғыс кезінде грек отының сөндіру үшін, жаудан қорғану үшін су шашқан. Ал су шашқан кезде ол от тіпті 2 есе жанармай шашқаннан жанатын болған. Ойлап көріңізші, яғни жай ғана судың күшінің өзінен 2 есе жанатын болған. Грек отының құпиясы тек қана қару ретінде емес, сонымен қатар психологиялық қару ретінде де қолданған. Себебі сифон мылтығынан атылған қару айдаһардың оты секілді ақыратын дауыс шығарған. Ел арасында оны айдаһардың ақырған қаруы, яғни айдаһар қаруы деп те атаған. Грек отының құпиясын осы уақытқа дейін ешкім таба алмады, және соған сол формуланы өзгеріске ұшыратып, кейін грек оты секілді граната ойлап тапқан. Бірақ Калиниктің өнертапқыштың бұл формула құпиясы сол ғалыммен бірге о дүниелік болып кетті делінеді. Дамасская сталь, яғни Дамаск болаты. Дамаск болатынан жасалған қылыш мықты, төзімді, және де жақыннан қараған кезде металға ұқсамайтын түрлі бір фигуралардан, яғни бейнелерден тұратын болат қылыш болып есептелген. Көп уақытқа дейін ғалымдар оның шешімін таба алмады, яғни Дамаск қылышы қайда жасалынды, қалай пайда болды деген секілді. Негізінен таяу шығыста қашалып жасалған Дамаск қылышын Үндістаннан әкелетін болған, сатылымда болған. Қылыштың қайраттылығы соншалықты, ол кез келген жаудың қаруын бөлікке бөліп түсетін болған. 1 ғасырда европалықтар алғаш рет Дамаск болаты жайлы білді. Олар соның сиқырына, яғни күшіне тәнті болды. Ол кездегі территориялық жерлерге қарағанда, көптеген дамымаған технология қаралғанда, кез келген ерекше зат бір тылсым мистикаға немесе сиқырға толы деп есептелген. Сондықтан да болжам жасайды. Ол болаттың осындай қайратты, күшті болу қайдан деген. Тіпті миға сыйғысыз мынандай идеялар айтылады. Болатты бірінші тауықтарға берген. Тауықтарға беріп, тауықты қоректеніп, соның тауықтың боғынан шыққан болатты қашаған кезде, яғни жасағанда күші 2 есе мықты болады деген болжам бар. Екінші бір болжам, ол жерде шаруаның ішінде, яғни қаруды жасайтын шаруалардың ішінде, ұсталардың ішінде ең мықты ауылдағы шаруаны жай ғана ол ұста болмауы да мүмкін алып келіп, соны күштеп ұрғызған кезде өзінің бұлшық етінің күші, яғни металға беріледі. Сол тылсым күштің арқасында болаттан жасалған Дамаск қаруы мықты болады деген болжам бар. Көп уақыт бойы Дамаск болатының құпиясын ешкім таба алмады, тіпті ғалымдарды. Алайда 40-шы жылдары Дамаск болаттың тура сол қалпында жасауға мүмкіндік туды. Қалай дейсіз ғой? Яғни лабораторияда, технологияның арқасында көптеген команда, ғалымдар барлығы температураны қалыпты жағдайда сақтай отырып, дәл сондай 100% Дамаск болатының прототипін жасайды. Алайда ғалымдарда мынандай бір күмәнмен, тіпті мистикаға сенетіндей де күмән бар. Себебі осыдан бәленбай жыл бұрын орта ғасырда ешқандай технологиясыз, ешқандай ғалымдарсыз, ешқандай командасыз, ешқандай тәжірибесі жоқ мамандарсыз ондай болатты қайдан жасады деген болжам бар.
Тағы да бір сиқырлы құпия, яғни аңыз мистиканың бірі, оны Дамаск болатын жасар кезде айдаһардың қанына малды, соның арқасында ол айдаһардың күшіне қанының арқасында әсері бар деген тағы да ел ішінде аңыз бар. Әйгілі «Игра престолов» авторы дәл осы аңызды қолдана отыра, шабыттана отыра өзінің фильміндегі қылыштарды прототипін ойлап тапқан. Егер сіз «Игра престолов» фильмін көрсеңіз және сіз сол фильмнің фанаты болсаңыз, лайк басып арнамызға жазылып өтіңіз. Бүгін біз орта ғасырдағы ғылым мен технологияның қазіргі замандағындай керемет дамуы, нанотехнологиялар, белгісіз объектілер мен көптеген өнертапқыштардың жобаларын талдадық. Ерекше арнадағы ерекше ақпарат Арай Райыспен.